Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен берік болған мен Базархан. Бүгін тауық етін маринадтап духовкада пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен еріп тұрған тауық етімізді алып, бетіне сарымсақты, дәміне қарай тұзын, бұрышын, зирасын және қызыл бұрышын, қара бұрышын толықтай салып шығамыз. Салып болғаннан кейін майонезімізді, кетчупымызды салып және томатымызды салып жақсылап араластырамыз. Тауығымыз араласып болғаннан кейін 2-3 сағатқа немесе 7-8 сағатқа немесе бір тәулікке қойып қоюға болады. Мен тауық етін бір тәулікке қойдым, формамды дайындап, тауық еттерімді дәл видеодағыдай толық салып шықтым. Салмас бұрын газымды қыздырып қойдым. Пеште 200 градуста 45 минут пісіріп алатын боламын. Тауығым пісем дегенше ортасындағы соусын дайындаймын. Маған керекті майонез, сарымсақ, укроп керек болады. Укропты жақсылап жуып, видеодағыдай турап аламын. Турап болғаннан кейін укропымызды майонезге саламыз және сарымсағымызды салып қасықтың көмегімен үшеуін біркелкі қылып араластырып алатын боламын. Толықтай біркелкі қылып араластырдым. Енді духовкамыздегі тауығымызды қарайтын боламыз. Мінекей тауығымыз дайын. Енді осыны әдемілеп тәрелкеге салып, ортасына соусымызды қойып, бетіне көк жуамызды сеуіп, дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Мінекей дайын болды. Бізге ас болсын. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса тіркеліп, лайк басып, өз комментарияларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар.